Және мынау карантин келгеннен кейін біздерге бұл үлкен мүмкіндік болып кетті десек те болады. Тап қазіргі жағдайда байланысты қандай бизнес жасауға болады? Бизнесмен деген кім? Жалпы сетевой бизнес деген нәрсеге көзқарасым қандай? Қандай да бір ақшасы күйіп кететін болса, мен адамның көз жасына қалғым келмейді. Біздің басымызға түсіп тұрған қазіргі жағдай, бірінші карантин жағдайы, екінші кризис жағдайы. Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Бүгін біз өзіміздің бизнес сауал деп аталатын рубрикамызды бастаймыз. Әрине бұл рубриканы бұрыннан бері біздер аңсап жүргенбіз. Және мынау карантин келгеннен кейін біздерге бұл тіпті қолымызға үлкен мүмкіндік болып кетті десек те болады. Енді біз бұл рубрикада не айтыламыз? Біздердің шәкірттеріміз, немесе біздерге қатысқан оқушылар болуы мүмкін, немесе тікелей біздің инстаграмымызға, біздің YouTube каналымызға келген барлық сұрақтардың барлығына жауап беруге тырысамыз. Кеттік. Біздің рубрикамызға түскен ең бірінші сұрақтан бастайық. Сәлеметсіз бе? Мен үйде отырған жас анамын. Тап қазіргі жағдайда байланысты қандай бизнес жасауға болады? Жолдасым Россияда дейді. Жақсы, енді бұндай жағдайда үйде отырған жас анамын, тап қазіргі жағдайда байланысты қандай бизнес жасауға болады? Қазіргі жағдайға байланысты деп отырғанымыз, қазір бізде бүгін 9 сәуір, яғни біз карантиндеміз. Яғни біздің басымызға түсіп тұрған қазіргі жағдай, бірінші карантин жағдайы, екінші кризис жағдайы, яғни 20-шы жыл. Бұл жағдайда не істеу керек? Әрине, барлығының басына осындай ой келеді. Жалғыз үйде отырған анаға емес, үйде отырмай далада жүрген аналарға да кездесетін сұрақ. Бірақ енді үйде отырған адамдарға не істеу керек екенін ойланып көрейік. Бірінші, өзіңіздің бойыңыздағы қабілетіңізді тауып алғаныңыз жақсы болады. Сіз үйде отырып, немен айналысатын адам болғанда, сіз өзіңіздің қызметіңізді сатасыз. Солай емес пе? Бұл жердегі айналысқым келіп отырған, немен айналысуға болады деген сөз, ай жағында бір кәсіппен, яғни бір табыс табу мақсатында болуы мүмкін. Біз өткенде айттық, адам 5 түрлі жолмен қандай да бір ақша табуға болады. Біріншісі шебер, екіншісі сатушы, үшіншісі көмекші, төртіншісі бизнесмен, бесіншісі инвестор деп айттық. Енді сіз инвестор емессіз. Енді инвестор деп отырғанымыз бұл жерде ақша салуы мүмкін, білім салуы мүмкін деген сияқты. Енді біз сізді инвестор ретінде қарастырмай қояйық. Біз сізді бизнесмен ретінде қарастырғымыз келетін болса, сіз әлі де бизнесмен емес. Егер сіз бизнесмен болғаныңызда бұл сұрақты қоймайтын едіңіз. Бизнесмен деген кім? Жұмыс орындарын ұйымдастыратын және бір адамдардың уақытын сатып алатын адамдар. Жақсы. Енді сіз мүмкін көмекші болуыңыз мүмкін. Көмекші болу үшін қандай да бір адам көмекке мұқтаж. Қандай мұқтаж болуы мүмкін? Мысалға бір адам бар, өзі жақсы, қолында бір өнімі бар, бірақ оны не істеу білмейді, ары қарай реклама жасау білмейді. Мүмкін сіздің қолыңыздан реклама жасау жақсы келетін шығар. Қазір рекламалардың түрлері көп. Таргетинг деген нәрсе бар, SMM деген нәрсе бар, Instagram деген нәрсе бар, Telegram деген нәрсе бар, чат-бот деген нәрсе бар. Өте көп. Яғни біз бұның бәрін айтып жүретін болсақ, бұл маркетингтің қандай да бір құралдары болып жатады. Сол саладан өзіңізді көрген болсаңыз, онда сіз көмекке мұқтаж адамдардың тізімін алып, соларға біріншіден хабарласып, есіңізде болсын, басында тегін қызмет көрсетіп көріңіз. Не үшін? Өйткені сізден тегін қызмет алмайынша, сіздің қаншалықты профессионал екеніңізді, яғни бір нәрсені білетініңізді, қолыңдан келетініңізді білмеуі мүмкін. Сондықтан ол білу үшін сіз міндетті түрде оны басында өзіңіздің уақытыңызды құрбан қылып, тегін қызмет көрсетуге тырысу керек. Енді біз астынан жоғары қарай келе жатырмыз. Енді сатушы қалды, сосын шебер қалды. Енді сатушы деген не ол? Біздің көз алдымызға сатушы, ол басына орамал тағып алған, базардағы пирожки сататын адам емес. Сатушы, ол кез келген өнімнің, қызметтің, өндірістің характеристикасын білетін адам. Яғни характеристика деп отырғанымыз, оның басынан аяғына дейін қандай артықшылықтары бар, қандай пайдасы бар, қандай құндылықтар бар екенін біледі, және ол оны адамдарға ұсынады. Яғни оны қағазға түсіріп, оны адамдарға көрсете біледі.
Яғни сіз сатушы болсаңыз, егер сатуды жақсы білетін маман болсаңыз, сіз мына кітаптан бастап тұрып, мына карандашқа дейін тіпті стаканды да сатып жіберуге болады. Оны сататын сіз емес, яғни сіздің біліктілігіңіз. Яғни сатушы деген не? Сатушы адамдардың бойынан қандай да бір күмәнді кетіретін адам, және екіншісі жазып алыңыз. Бірінші күмәнді кетіретін адам, екінші оның қажеттіліктерін білетін адам. Осы екі нәрсені білсеңіз, сіз оған кез келген тауарды, оған қажет тауарды, оған күмәнді кетіріп отырып сата алатын боласыз. Ал енді ең біріншісі ол шебер, яғни сіз не карандаш жасауды білуіңіз мүмкін, не стакан жасауды білуіңіз мүмкін. Егер сіздің қолыңыздан түк келмейтін болса, онда мен сізге көмектесе алмаймын. Сәлеметсіз бе? Бірінші сұрағым, сатудың ең басты құпиясы неде дейді. Екіншісі, қандай кітаптар оқуға немесе фильмдер көруге кеңес бересіз дейді. Үшінші сұрақ, ішкі стержен мықты болу үшін қандай кеңес айта аласыз? Білім керек әрине, бірақ ол өте ауқымды жауап. Сіздің доп басып айтатын тәсіліңізбен айтқанда қалай жауап бересіз дейді. Алдын ала рахмет дейді. Я, доп басып жауап беруге тырысамыз. Сатудың ең басты құпиясы дейді. Сатудың ең басты құпиясы, ең бірінші сіз адамдардың күмәнін кетіруіңіз керек. Адамдар бір нәрсені алатын кезде сізге міндетті түрде сұрақтар қояды. Миллиондаған сұрақтар қояды, мынау ма деген сияқты. Яғни сіздің сататын затыңызға байланысты. Сіздің сататын затыңыз сізге байланысты болуы мүмкін. Біз айтамыз, ең бірінші өзіңді жаса, сосын барып өніміңді жаса деп айтамыз. Сіз өзіңізді бірінші алғашқы жасап алуыңыз керексіз. Егер сіз міңгірлеп тұратын болсаңыз, телефонның ар жағында өзіңнің товарыңа өзің сенбей тұратын болсаңыз, онда сізге ешкім келіп товарыңызды алып кетпейді. Сіз уверенность болу керек сіздің бойыңызда. Сол сатудың құпиясы негізінде. Сіз өзіңіздің бойыңыздағы күмәнді кетіріп алған кезде, ол товардың, қолыңыздағы өнімнің шынайы пайдалы екеніне көзіңіз жетіп, сол шынайы пайдалығын түсіндіре алатын күмәніңізді кетірген кезде ғана біреудің күмәнін кетіресіз. Сосын барып оның қажеттілігіне басып айтасыз. Ол бірінші сұрақ. Екіншісі, қандай кітаптар оқуға немесе фильмдер көруге кеңес бересіз дейді. Адамдар кітап оқып, фильмдерді көріп, ақылды болып кетуі мүмкін, бірақ мен сіздерге айтатыным, ең бірінші ұстаз керек. Қандай ұстаз болса да, ұстазға ауызба ауыз айту керек. Сіз кітапты оқу үшін, кітапты оқып жатқан кезде өзіңіз түсінгіңіз келген нәрсені ғана түсінесіз. Негізінде бір кітапты алып оқып жатқан кезде адамдар сол кітапты өзінше елестетеді. Визуализация деген нәрсе бар. Визуализация қазір қатты дамып кеткен ғылым болған сонша, қазір барлық психологтар осыны айтады. Бірақ визуализациямен сақ болу керек. Сіз ең бірінші ұстаздың не айтқысы келгенін ауызба ауыз біліп алыңыз. Сосын барып, соны оқыңыз. Қазір білесіздер ме, дін өкілдерінің, кейбір дінде жүрген адамдардың адасып кеткенін не үшін екенін білесіз бе? Өйткені олар Құранды немесе хадисті тікелей оқығанның себебінен. Біз ол жердегі нәрсені ешқашан тіке түсіне алмауымыз мүмкін. Біз мықты имамдардан, мықты ақыл иелерінен, яғни исламдағы білім иелерінен бар алмайынша, біз ол жерде адасушы болып кетуіміз мүмкін. Бұл барлық салада сондай. Сіз білімге келгенде, қандай бизнес біліміне келген кезде де кейбір уақыттары ақшаға қатысты білемін деп ақшаның құлы болып кетпеңіз. Бұл өте қауіпті. Енді кітаптардың түрі көп, мен ол кітаптарды, қандай кітаптар оқуға кеңес беретінімді жақын арада посттан жазамын, инстаграмда біздің бірге болыңыздар. Екіншісі фильмдер. Фильмдер әртүрлі. Сізге не нәрсе керек? Егер сізге комедия жанры керек болатын болса, мен комедия ұсынамын. Егер сізге трагедия керек болатын болса, трагедия ұсынамын. Яғни сіздің қай жағынан дамығыңыз келеді, сол жағынан білім алған жақсы. Жалпы мен фильмдерді, қай фильмді қарайтын болсам да, ол жерден жақсы нәрсені суырып аламын. Көргіңіз келген нәрсені көре аласыз. Алғыңыз келген ойды ала аласыз. Осы жердің үшінші сұрағы, ішкі стержен мықты болу үшін қандай кеңес айта аласыз дейді. Ішкі стержен мықты болу үшін басыңыздағы, крышаңыздағы керек емес нәрсенің барлығын шығарыңыз. Сіздің үйіңізде балкон бар. Мүмкін. Сізде гараж болуы мүмкін. Сол жерде керек емес заттар әлімге дейін жатыр. Гардеробыңызда керек емес киімдер әлімге дейін жатыр. Неге оларды құртқан жоқсыз?
Тап сол сияқты сіздің басыңызда да неше түрлі жаман ойлар, жаман информациялар жатыр. Олардың барлығынан құтылу керек. Күнде өзіңізбен жұмыс жасауыңыз керексіз. Сізге біз өткенде марафонда айтқан болатынбыз. Барлық өзіңнің ортаңды өзгерт. Ортаң сенің WhatsApp-ың, ортаң сенің Instagram-ың, ортаң сенің YouTube-ың, ортаң сенің Telegram-ың болуы мүмкін. Соның ішіне бір қарап шығып, сол жердегі саған зиян келтіріп жатқан барлық информацияның барлығынан ада болу үшін сол жерді түбіменен құрту керек, яғни отписаться қылу керек. Және өзіңіз қай жағынан дамығыңыз келетін болса, сол адамдарды таңдап, соларға подписка жасау керек. Келесі сұрақ. Саламатсыз ба, Жеңіс мырза? Аллаға шүкір, марафоннан көп білім алдым. Мен 12 жылдан бері мектепке лаборант болып жұмыс жасаймын. Бизнесті алғашқыда жеке кәсіптен бастаған дұрыс па? Компьютерлік қызметтер көрсету орталығын ашу үшін қандай кеңес бере аласыз? Бірінші рет бизнеске қадам басқанымда қандай кәсіппен бастаған дұрыс? Рахмет дейді. Бұл жерде сіз менің кейбір сабақтарымды көрген болсаңыз, көрген сияқтысыз. Өйткені неге? Мен бірінші жеке кәсіптен бастаған дұрыс па деп айтып жатырсыз. Кейбір басқа білмейтін адамдар бизнес дегенне жеке кәсіпне деп айтуы мүмкін. Яғни жеке кәсіпкер деп отырғанымыз, ол өзін-өзі жалдап алған адам, өзі сол бизнестің ортасында операциялық нәрселерді орындап жүретін адам болып естіледі. Ал бизнесмен ол өзін жұмыстан шығарып, яғни басқа адамдарға тапсыру арқылы бизнесін жүйеге қойған адамдар. Дұрыс айтасыз. Енді кез келген адамның өзі даму сатысы бар. Кейбір адамдар жалданбалы жұмыс жасайды, жалданбалыдан кейін бірден бизнесмен болып кетпейді көбіне. Бірақ екінші этап ол жеке кәсіпкерден бастайды. Яғни өзін-өзі жалдап, өзінің күшімен жұмыс жасайды. Бұл жақсы саты негізі, бірақ бұл жерде қалып қою керек емес. Яғни бизнесмен болуға талпыну керек. Енді бұл жерде алғашқыда осыдан бастайсыз бәрібір. Компьютерлік қызметтер көрсету орталығын ашу деген сөз қазір менің ойымда сіздің сұрағыңыз кішкене түсініксіздеу болып тұр. Неге? Өйткені компьютерный клуб деген компьютер клубтары айтатын болса, компьютерлік қызметтер көрсету деген менің ойымда бір адам балалардың ойнайтын орталығыма деп түсініп отырмын. Егер осындай болатын болса, мен ондай істерді сізге кеңес бермейтін едім. Не үшін? Өйткені кейбір бизнестер адамдардың проблемасын шешпейді, керісінше проблема туғызып қоюы мүмкін. Сондықтан мен әрқашанда айтатыным, егер сіздің бизнесіңіз берекелі болсын десеңіз, әрқашанда бизнесті бастағанда кімнің проблемасын шешейін деп жатырмын, және қандай проблема шешейін деп жатырмын деген нәрсеге кәдімгідей соған жауап тауып алыңыз. Егер сіз біреудің проблемасын шешейін деп емес, оларға проблема туғызайын деп жатқан болсаңыз, онда жақын арада сізге қауіпті болары рас. Сондықтан ондай істермен айналыспаған жақсы. Ал егер мен дұрыс түсінбей қалған болсам, компьютерлік қызметтер көрсету орталығы деген дұрыс түсінбей қалатын болсам, онда сіз ашып маған сұрақты қоюыңыз керек болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Бізге сұрақ қойғым келеді деген рубрикаға басып, сол жердегі батырмаға өзіңіздің сұрағыңызды кез келген уақытта қойғыңызға болады. Біз бәрібір оған жауап береміз, егер аман болсақ. Біздің екінші сұрағымыз. Сәлеметсіз бе? Мен ақпан айынан бастап эко сумкаларын тігіп сатуға шығара бастап едім. Сату жөнінде қандай кеңес бере аласыз? Біз бірінші сұрақта сату туралы айтқан болатынбыз. Яғни, сату кезінде сіз осы қолыңыздағы товардың қандай 5 артықшылығы бар екенін қағазға түсіріңіз. Артықшылығы деп отырғанымыз ол конкуренттерден артықшылығы болуы мүмкін, басқа сөмкелерден артықшылығы болуы мүмкін, немесе шыныменен де ешкімде жоқ артықшылықтар болуы мүмкін. Соны қағазға жазып шығыңыз. Екінші, оның қандай құндылықтары бар екенін жазып шығыңыз. Құндылық деген екен білесіз бе? Құндылық. Адамдар бір затты алатын кезде, не үшін мен осы сумканы алуым керекпін? Не үшін мен осы затты алуым керекпін деген сұраққа жауап беретін зат. Мысалға, біздің сабағымызды не үшін адамдар алу керек? Өйткені біздің сабақтарымыз адамдардың санасын өзгерте отырып,
олардың қаржылық сауаттылықтарын өзгерте отырып өздерінің кірісіне тікелей әсер етеді. Сондықтан да адамдар егер қандай да бір кірісінің ұлғаюына себеп болғысы келетін болса, ол біздің сабағымызға қатысады. Көрдіңіз бе? Біз адамдарға пайда берген кезде ғана барып қатысады. Біздің құндылығымыз осы жерде. Сіздің сөмкеңіздің құндылығы да мүмкін оның эко болғаны да болуы мүмкін. Оны сіз жақсырақ білесіз. Одан да басқаша құндылықтар болуы мүмкін. Сол құндылықтар орысша айтқанда ценность деп айтамыз. Соны жазып шығыңыз. Үшіншісі, адамдарға қандай выгода, қандай пайда болатынын міндетті түрде жазыңыз. 5-еуін жазыңыз. Неге? Адамдар еш уақытта өзіне пайдалы болмайтын, яғни выгодны болмайтын нәрсені алмайды. Оларға ақша жағынан выгодны болу керек, немесе сапа жағынан выгоды болу керек. Сондықтан да оларға қай жағынан пайдалы, сол пайдалы екендігін көрсетіп айту керек. Көрдіңіз ба? Және сізге бір жақсы кеңес айтайын. Өзіңіздің қолыңызда отырып сатқаныңыз жақсы. Ол қолыңызда болмаса да болады. Жалпы тапсырыс түскен кезде барып, сіз оған апарып берсеңіз болады ғой. Сондықтан да сөмкеңізді қолыңызда ұстамаңыз. Оны апарып, сөмке сататын жерлерге барып, солардың сөресінде тұрсын. Егер олар сататын болса, үстіне өздерінің пайдасын алсын. Сатпайтын болса, үйіңізде тұрмасын. Сіз оған екінші нәрсесі бар. Енді оған қалай барамын? Ол менің сөмкемді қабылдамайды ғой деп ойламаңыз. Бірінші барыңыз және барған жеріңізге айтыңыз. Ол жерге қандай пайдасы бар екенін айтыңыз. Мен сізге сумкамды қоямын. Сол қойғаны үшін сіз осыны сатып берсеңіз, үстінен осындай пайда аласыз деп айтыңыз. Және екіншіден, сіздің ассортиментіңіз көбейеді деп айтыңыз. Үшіншіден, мен өзім үйде бостан босқа отырмай, сіздің бутигіңізді немесе сіздің дүкеніңізді рекламаға салып, барлық клиенттерді сізге қарай айдайын. Ол мүмкін менің сөмкемді емес, сіздің әмияныңызды алып кететін шығар деген сияқты сөздермен айтуға болады. Біздің үшінші сұрағымыз: сәлеметсіз бе Жеңіс мырза, мен сізді алғаш Айгүл Иманбаеваның парақшасынан көрдім. Ол кісі біздің қызымыздың өнердегі ұстазы. Өте керемет. Мен де өнер адамы болғандықтан той мерекелерді ұйымдастырып жүргізумен айналысамын көптен бері. Бірақ көп балалы ана болғандықтан арасында үзілістер болып, сол уақытта конкуренттер көбейіп баға түсіп кетеді. Саяхаттауды бала күнімнен жақсы көргендіктен жақында Incruises компаниясына партнер болдым. Осы жайлы айтасыз ба дейді. Сетевойдың ішіндегі Incruises ең ыңғайлы да адалы осы сияқты дейді. Екінші сұрағым дейді. Сол Incruises'тің основателі Майкл Хатчинсон туралы не айта аласыз дейді. Үшінші сұрағым дейді. Осы екі саланда саяхатты да той мереке ұйымдастыруды дейді. Қатар алып жүргім келеді. Және онлайн жүргізуде опыт жоқ. Сізден кеңес күтемін дейді. Алдын ала рахмет дейді. Алла баршамызға разы болсын, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын дейді. Рахмет. Өте ұзақ сұрақ. Бұл сұраққа жауап беру барысында сіз бұрын соңды осындай тойға байланысты ивенттермен айналысқан екенсіз. Жақсы, сіздің тәжірибеңіз бар. Екіншіден, сіз Incruises деген нәрсені сұрадыңыз. Ол нәрсе туралы мен естігенмін. Бірақ мен ары қарай оны зерттемегенмін. Енді мен сізге бір нәрсені айтайын. Мен жалпы сетевой бизнес деген нәрсеге көзқарасым қандай? Менің оның жеке пікірім, жеке көзқарасым, жалпы сетевой бизнестерге мен көбіне бет бұрмаймын. Және менің бүйрегім ол жаққа қарай бұрмайды. Не үшін? Өйткені ол жердегі кейбір нәрселер менің құндылығыма қарсы келе ма деген күмән бар менде. Мен нақты айтпаймын. Нақты ол халал нәрсе немесе нақты харам нәрсе деп еш нәрсе айтуға аузым бармайды. Өйткені мен білмеймін ол нәрсені. Бірақ менде күмән бар. Күмән болғаннан кейін мен ол нәрседен
көбіне қашуға тырысамын. Енді сетевой бизнес деп айтқаннан кейін оның ар жағындағы продукциясы емес, жалпы продукциясы дейді ғой, мына өнімі, ұсынатын өнімдері емес, бұның ар жағындағы қай жерінде күмән болуы мүмкін. Артыңнан адамдарды тартып, сол адамдардың ақшасын сол жерге құйып, және солардан қандай да бір процент немесе солардан бір қандай да бір пайда көру деген сияқты нәрсе болуы мүмкін. Осы жерінде күмән туғызады. Не үшін мен ол нәрсемен айналыспаймын? Өйткені мен дәстүрлік бизнестерді жақсы білемін, және бір адамның үстінен жауапкершілік алғым келмейді. Өйткені білесіз бе, мен артымнан 10 адамды ертіп алып келсем, мен оларды сол жерге кіргізетін болсам, егер қандай да бір сол жерде ертең жаман айтпай жақсы жоқ болып кететін болса, қандай да бір ақшасы күйіп кететін болса, мен артымнан алып келген 10 адамның көз жасына қалғым келмейді. Сондықтан да сетевой бизнес деген нәрсенің маған жат болып жүрген жері осы жер. Біз ол жерден опық жеп жатқандарды көріп жүрміз. Сондықтан да мен егер адамдар қолынан басқа іс келмейтін болса, мәжбүрлі түрде сол іспен айналысып жүргендер болатын болса, мен оларға ешнәрсе дей алмаймын. Бірақ мен өзім басқа істерді істей алатын болғаннан кейін менде таңдау бар. Мен оған мұқтаж емес болғаннан кейін ол нәрсеге көбіне жоламаймын. Сіздерге де соны айтқым келеді негізінде. Енді үшінші сұрағым дейді, осы екі саланы дейді, саяхатты да дейді, той мереке ұйымдастыруды қатар алып жүргім келеді дейді. Қатар алып жүргіңіз келеді деген желаниенің ішінде, яғни қалаудың ішінде мындай нәрсе бар. Сіз бизнес қалайсыз ба, әлде сіз кіріс қалайсыз ба? Негізінде осы екі сұрақты сізге қойғым келеді. Басқа адамдардың барлығына мен өзімнің сұрағымды қойғым келеді. Сіздер бизнес қалайсыздар ма, әлде кіріс қалайсыздар ма? Егер мен бір жерден, мысалға, карандаш сату арқылы 1000 теңге тауып жүрген болсам, онда мен неге ол 1000 теңгені көбейту үшін стакан сатып 2000 теңге қылуым керек? Не үшін? Неге мен сатылып жатқан карандашты 2 карандаш сатып неге өзімнің кірісімді көбейтпеймін? Сондықтан да кейбір адамдар бизнесті жасаған кезде ол жаны жақсы көріп жасауы мүмкін, біреулер оны табыс үшін жасауы мүмкін. Егер сіздің жаныңыз жақсы көріп жасайтын болсаңыз, онда сіз тек қана сонымен айналысыңыз. Уақытыңыз бар кезде айналысыңыз. Ал егер сіз табыс үшін, табыс қажет болып, табысқа мұқтаж болатын болсаңыз, онда сіз қайсысынан көбірек табыс болатын болса, сонымен ғана айналысып, соның табысын көбейтуге тырысыңыз. Айтайын дегенім сол. Бірақ бұндай сұрақтарға мен тіке жауап бергенім жауабымды алып, тікелей қолдануға болмайды. Әрбір адамның жағдайы әртүрлі. Мен айтар едім, кейбір адамдарда жалпылама сұрақ болады, кейбір адамдарда жеке сұрақ болады. Кейбір жалпылама сұрақтар жеке адамдардың шаруасын шешпейді, және ол тіке жауап болуы мүмкін емес. Сондықтан да, егер сіз қандай да бір өзіңіздің сұрағыңыз болып, жеке кеңес аламын десеңіз, біздің жолымыз ашық, біздің контактілеріміз ашық. Осы төмендегі описанияға кіріп, сол жердегі сілтемелерге өтіп, біздің менеджерлерімізге өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Және кеңес алғыңыз келетін болса, кеңес аламын деген батырманы бассаңыз да, сол жерден бізге тіке түсе аласыз. Және біздің кейбір сабақтарымызды өзіміздің арнайы платформамызға кіріп, кейбір сабақтарды тегін көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Болды. Сондықтан да біз сіздерді, егер сіздер осы каналға жазылған болсаңыздар, басқа адамдарға да, өзіңіздің жанашырларыңызға да осы нәрсемен бөлісіп қойыңыздар. Олар да көрсін, олар да подписка жасасын, олар да сіз сияқты дамыған тұлға болсын. Келесі кездескенше.